Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздермен бірге мен Сәбитаева Аружан. Біз бүгін геометриялық ықтималдық тақырыбын қарастыратын боламыз. Ең алдымен геометриялық ықтималдық деген не деген сұраққа тоқтала өтетін болсақ, геометриялық ықтималдық нүктенің кесіндіге, жазықтық пен кеңістік фигураларының бөлігіне түсу ықтималдығы. А деңгейінің есептерін қарастыратын боламыз. Алғашқы есеп 32-де бірінші есеп. Үстелге ойын сүйегі лақтырылды. Ойын сүйегінде 4 ұпайдың, екінші ойын сүйегінде жұп санды ұпайдың түсу ықтималдығын табыңдар. Бізде білеміз, ойын сүйегінің алды жағы бар. Бізде ықтималдықтың формуласы P тең M бөлінген N. Бірінші жағдайда бізде 4 ұпайының түсу жағы тек бір рет қана кездеседі, ал бізде ойын сүйегінің алты жағы бар. Демек, P тең болады 1 бөлінген 6, немесе 6-дан 1. Екінші жағдай бізде жұп сандық ұпайлардың түсу ықтималдығын табу керек. Жұп сандар бізде 2, 4 және 6. Демек, олар үшеу, M тең 3. N тең бізде 6, ол өзгермейді. Демек, P тең 3 бөлінген 6 немесе 6-дан 3, оны қысқартсақ бізде 2-ден 1 болады. Келесі 32-де екінші есеп. Ұзындығы 1 см болатын кесінді бойынан кездейсоқ алынған нүктеден кесінді ұштарына дейінгі қашықтық 4-тен 1-ден аспауының ықтималдығын табыңдар. Бізге 1 см кесінді берілген. Кез келген нүкте алынған, яғни кесінді ұштарына 4-тен 1-ге жетпеуі керек, яғни бізде m тең болады 4-тен 1 қосылған 4-тен 1 тең болады 4-тен 2, ол дегеніміз қысқарса 2-ден 1 болады. Ал n тең 1. Біз бұл есепте де P тең m бөлінген n формуласын қарастыратын боламыз. Яғни бізде m тең болады 2-ден 1, n тең болады 1 болғандықтан, бізде P тең 2-ден 1 болады. Келесі 32-де үшінші есеп. Қабырғасының ұзындығы 2 см болатын квадраттан кездейсоқ А нүктесі алынды. Осы квадратқа қабырғасының ұзындығы 1 см болатын екінші квадрат іштей салынған. Алынған нүктенің екінші квадратқа тиісті болуының ықтималдығын табыңдар. Бізде кішкентай s пен кіші шаршының ауданын, үлкен s пен үлкен шаршының ауданын белгілеп алайық. Яғни үлкен s тең болады 2 көбейту 2 тең 4. Ал кіші s бізде 1 көбейту 1 тең 1 болады. Бұл жерде ықтималдық бізде кіші шаршының ауданын үлкен шаршының ауданына бөлу арқылы табамыз. Яғни бізде 1 бөлінген 4, не болмаса 4-тен 1. P тең 4-тен 1 деген жауап шығады. Келесі 32-де 4. Қабырғасының ұзындығы 2 см квадраттан кездейсоқ А нүктесі алынды. Осы квадратқа қабырғасының ұзындығы 1 см болатын екінші квадрат іштей салынған. Алынған нүктенің екінші квадратқа тиісті болмауының ықтималдығын табыңдар. Бұл есеп бізде 32-де үшінші есепке ұқсайды. 32-де үшінші есепте бізде екінші квадратқа тиісті болуын тап десе, бұл жерде тиісті болмауын тап деп тұр. Демек, бізде кіші шаршының ауданы белгілі 1-ге тең, үлкен шаршының ауданы белгілі 4-ге тең. Яғни біз сол кіші шаршыға тиісті болу ықтималдығын 1-ден алып тастайтын боламыз. Яғни P тең 1 азайтылған 4-тен 1 тең болады 4-тен 3. Келесі 32-де 5-ші есеп. Радиусы 2 см дөңгелектен кездейсоқ Б нүктесі алынды. Осы дөңгелекке радиусы 1 см болатын дөңгелек іштей салынған. Б нүктесінің іштей салынған дөңгелекке тиісті болуының ықтималдығын табыңдар. Яғни бізде бұл жерде 32-де 4 пен 32-де 3-те шаршы берілсе, 32-де 5-те уже бізде шеңбер берілген. Яғни кіші шеңберді кіші s, үлкен шеңбердің ауданын үлкен s деп белгілеп алайық. Бізде шеңбердің ауданы бізге белгілі πr квадратқа тең. Яғни бізде кіші s ол дегеніміз 1-дің квадраты көбейтілген π, ол бізде π-ге тең. Үлкен s 2-ның квадраты көбейтілген π, ол бізде 4π-ге тең. Бұл жерде P тең кіші шеңбердің ауданын үлкен шеңбердің ауданына бөлеміз. Яғни π бөлінген 4π, ол дегеніміз 4-тен 1-ге тең. Келесі 32-де 6-шы есеп. Радиус 2 см дөңгелектен кездейсоқ Б нүктесі алынды. Осы дөңгелекке радиусы 1 см болатын дөңгелек іштей салынған. Б нүктесінің іштей салынған дөңгелекке тиісті болмауының ықтималдығын табыңдар.
Бұл жерде бізде 32-5-ке ұқсайды, бірақ тиісті болмауы деп тұр. Демек біз п-дан п тең, яғни 1-ден алып тастаймыз 4-тен 1-ді. Ол бізде 4-тен 3-ке тең. Бұл есептер бір-бірімен тығыз байланысқан есептер. Келесі 32-де 7. Радиусы 3 см шардан кесесоқ В нүктесі алынды. Осы шарға радиусы 2 см болатын шар іштей салынған. В нүктесінің іштей салынған шарға тиісті болуының ықтималдығын табыңдар. Бұл жерде бізде шеңбер емес, шар берілген. Демек бізде көлемін қарастыратын боламыз. Кіші В мен кіші шардың көлемін, үлкен В мен үлкен шардың көлемін белгілейік. Кіші В, яғни бізде шардың ауданының формуласы 3-тен 4π көбейтілген r куб. Яғни бізде 3-тен 4π көбейтілген 2-нің кубы, ол бізде 32 бөлінген 3π болады. Кішкентай В-мыз. Ал үлкен шардың көлемі бізде 3-тен 4π көбейтілген 3-тің кубы, ол бізде 36π-ге тең. Келесі, бізде ықтималдығын табу үшін кіші шардың көлемін үлкен шардың көлеміне бөлетін боламыз. Яғни 3-тен 32π бөлінген 36π, ол бізде 32 бөлу 108, не болмаса 27-ден 8 деген жауап шығады. Келесі, 32-де 7-ге байланысты есеп. Тура сол секілді, бірақ бізде В нүктесінің іштей салынған шарға тиісті болмауының ықтималдығын табу керекпіз. Яғни бізде кіші шардың көлемі белгілі, үлкен шардың көлемі белгілі, и кіші шарға тиісті болуының ықтималдығы белгілі. Демек біз алып тастаймыз 1-ден 27-ден 8-ді, ол бізде болады 27-ден 19. Есептер түсінікті болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазсаңыздар болады.